Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Манчестер Сити осы маусымнан кейін негізгі ойыншысын сатпақшы. Жерар Пике Барселонаның президенті болсам деп отыр. Биылғы алтын допқа үміткерлер көп. Осы және басқа да футбол ақпараттары назарларыңызда достар. 13 сектор арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Манчестер Сити клубы тек қана ойыншыларды ала бермейді, сататында әдеттері бар екенін осы жазғы трансферлік терезеде көрсетейін деп тұр. Манчестер Ситидің қатарынан кететін бірнеше ойыншылар бар, бірақ та негізгі ойыншыларын көп сата қоймайды Манчестер Сити. Осы жолы негізгі бір ойыншысын сатқылары келеді, ол Джек Грилиш. Грилишті аттай қалап аттандап жүріп алдырған еді Манчестер Ситиға 100 миллионның үстіндегі ақшаға, бірақ та Джек Грилиш қазіргі осы маусымда дұрыс сенімді ақтап жатқан жоқ. Алдыңғы маусымдарда өте сәтті, жақсы ойнап жүрген жігіт еді. Осы маусымда жарақаттарына байланысты қатардан шығып қалып отырды. Осыған байланысты енді Джек Грилишті алам деуші клубтар болса, жақсы ұсыныстар болса, жартылай қорғаушысын Манчестер Сити сатуға дайын. Джек Грилиштің қазіргі трансфер маркет порталындағы бағасы 65 миллион евроны құрайды. Сол 70-80 миллионның евроның төңірегінде ақша ұсына алатын болса, клубтар оны сатуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Парис Сен-Жерменнің бас бапкері Луис Энрике Францияның лигасын алып тұрғаны белгілі, енді ол АПЛ-дың лигасына көз тігіп жатыр екен. Бұл не деген сөз десеңіздер, Парис Сен-Жерменнің бас бапкері Луис Энрике АПЛ-ды кім алғанын қалайды, сол жайлы айтып өткен екен. Луис Энрикенің айтуынша, АПЛ-ды осы маусымда Арсеналдың алғанын қалайды екен. Арсенал АПЛ-ды алса екен деп тілейді екен өзінің іштей тілегі. Енді ол болмай қалған жағдайда, егерде Арсенал алда-жалда ала алмай қалатын болса, Манчестер Ситидің алғанын қалайды. Пеп Гвардиоланың ғұлама басы осы АПЛ-ды тағы да алып кетеді деп санайды екен. Пеп Гвардиола қаншама трофейлерді алды, бұл жолда сол алғанын қалаймын, егерде Арсенал алмай қалса деді. Негізгі ниеті осы маусымда АПЛ-ды Арсенал алса екен деп тілейді екен. Луис Энрике осылай ашық түрде өзінің ойын айтыпты. Сіздер қалай, келісесіздер ме? Бұл жерде Ливерпульдің жанкүйерлері болса, Луис Энрикеге өкпелеп қалуы мүмкін. Достар, бүгінгі ойындарда бірнеше жолдастық кездесулер бар. Соның ішінде орталық ойын болып тұрған Англия-Бразилия ойыны. Англия мен Бразилия бүгін жолдастық кездесу өткізетін болады. Бұл екі ұлттық құрама 2017 жылы соңғы рет кездескен екен. Ал енді статистикаларын айта кетсек, жалпы Бразилияның статистикасы жақсы емес. Соңғы 5 ойында 1 жеңіс, 1 тең ойын, қатарынан 3 жеңіліс. Ал енді Англия бабында деп айтсақ болады. Англия соңғы 5 ойында 4 жеңіс, 1 тең ойын. Жалпы Англияның қазіргі құрамы алтын құрам деп айтады ғой, сондай алтын құрам, өте керемет. Ешқандай позицияда осал ойыншы жоқ Англияда. Енді Бразилияның ойыншыларда нашар ойыншылар деп айта алмаймыз. Бразилияда бабында деп санаймыз. 3 жеңілістен кейін бас көтеру керек болады. Қатарынан 4 жеңіліс Бразилия үшін ауыр болады. Сондықтан да бүгін Бразилия барын салады деген ойдамыз. Англияның да қарап қалмайтыны белгілі. Екі командада шабуылдаушы ойын көрсетеді. Себебі бұл ресми ойын емес, жолдастық кездесу. Жолдастық кездесулерде көп тексерістер болып тұрады. Сондықтан да бүгін голды да көбірек көреміз деген сенім бар. Достар, бүгінгі шығарылымның демеушісі 1xBet сіздерге де бізге де өте тамаша ұсыныс жасады. Бізге 13 сектор деген промокод берді. Сол промокод арқылы өтетін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Ал бонустар берілетін сілтеме осы видеоның астында. Алғашқы депозитіңізді салып 200 мың теңгеге дейін бонустарды алыңыз. 13 сектор арнасының бас серіктесі 1xBet берген тамаша мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар достар. Сілтеме осы видеоның астында.
Жерар Пике өзінің жүрегінің көп бөлігі Барселонамен байланысты екенін айтады. Барселонада мен кеткеннен кейін келгенге дейін кішкентай бала кезімде де әр демалыс сайын Камп Ноуға барып тұратын едім. Мен Барселонаны өте қатты жақсы көремін деді. Бұның енді сөзімен емес ісімен де дәлелдеп тастаған ойыншы Жерар Пике қанша рет Барселона қаржыдан қысылып жатқан кезде, ойыншыларды тіркей алмай жатқан кезде өзінің жалақысын біршама рет түсірген болатын, және де мансабын бітіріп кеткен кезде де Жерар Пикеге біраз ақша қарыз еді. Барселона қарыз болып қалды, жалақысын төлей алмай. Сол кезде де керек емес деп жалақысын да кешіріп кеткен ойыншы. Осылайша енді жақсы көретін іспен де дәлелдеп жүр. Ал енді жалпы негізінде Барселонаның мен президенті болғым келеді. Барселона үшін қандай көмек мен қолымнан келеді, бәрін жасағым келеді деді Жерар Пике. Бірақ та Жерар Пике жақын арада президент болады ма, әлі оған алыс па белгісіз. Харри Кейн биылғы үздіктердің бірі. Баварияда 31 гол және де 7 голдық пас беріп тастаған, не бәрі 26 ойында. Енді өздеріңізде білесіздер, алтын допқа үміткер болу үшін, алтын допқа бір қадам жақындау үшін неше түрлі трофейлер, кубоктарың болуы керек. Бундеслиганы Бавария алмайтын сияқты. Осы маусымда кубоктан ұшып кетті. Чемпиондар лигасында алып кетеді дегенге екідайлы көзқарас бар, күдік бар деген сияқты. Бірақ та Англия жақсы ойнап жатыр. Евро 2024-те де Англия фаворит болып саналады. Ал енді Англия мен Евроны алып кеткен жағдайда да Харри Кейн алтын допқа жете алмай қалуы мүмкін. Себебі негізгі қарсыласы да англиялық Жуд Беллингем. Қазіргі сараптама бойынша Жуд Беллингем алтын допқа үміткерлердің ішінде бірінші орында тұрғанын сіздерге айта кетейік. Реал Мадридта да өте тамаша ойын көрсетіп жатыр. Реал Мадридті алға сүйреп жүрген ойыншылардың бірі. Валенсиямен ойыннан алған қызыл қағаз Жуд Беллингемге тіпті жақсы әсер етуі мүмкін. Жарақатынан толықтай айығып қазір дайын отыр. Келесі ойындардың бәрін қырқам деп отыр Жуд Беллингем. Негізгі қарсыластарының бірі осы. Англия ұлттық құрамасы алатын болса, Жуд Беллингем алуы мүмкін алтын допты. Ал енді Килиан Мбаппе де бар. Килиан Мбаппе Францияны алып тұр. Енді Францияның кубогын Пари Сен-Жермен алмайды деу мүмкін емес шығар. Ол жарты кубокқа да санаса да болады. Мбаппе бірақ Жуд Беллингемнің артында. Егер де Евро 2024-те Франция алатын болса, Мбаппе көп көрім жақындады деп айтуға болады алтын допқа. Одан кейін Эрлинг Холланд та бар. Холланд биылғы маусымда өте жақсы өнер көрсетіп жатқан жоқ былтырғыдай. Евро 2024 жайлы Холландқа әңгіме айтпаймыз. Холланд алтын допқа жақындау үшін Чемпиондар лигасын және де АПЛ-ды шулату керек. Жалпы биылғы алтын допты аламыз деп алдарына жан салмай тұрған осы аталып өткен ойыншылар. Сіздердің ойларыңызша биылғы алтын допты қай ойыншы алады? Өз ойларыңызды әлбетте пікірге жаза отырыңыздар. Достар, бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.